Ассаляму алейкум, құрметті достар. Бұл бейнероликте мен сіздерге паутинка мен кантты қалай қолдануын және қандай қағаз қолдануын көрсетемін. Әрі осындай жастықты тігіп қарайық. Әрине, біздің мақсат жастықты тігу емес, және қандай өрнек пен мата қолданасыз, ол өз еркіңіз. Біріншімен, бізге керегі өрнектің өлшеміне сай мата. Паутинканы матаның теріс жағынан қоямыз. Сосын желім жабыспайтын қағазды қойып, үтікпен ақырын үтіктеп, паутинканы жабыстырамыз. Ақырын қағазды аламыз, желімі осылай қалу керек. Өрнектің үлгісін қойып, сызып шығамыз. Периметрінен кесіп алып, өрнектің өзін қиып аламыз. Екіншімен, бізге керегі жастықтың өлшеміне сай мата. Бұл жерде флизеленді қолданбасақ та болады. Ал менің қолданған себебім, ирек тігіспен тіккен кезде матаның жиырылмауына себепкер болсын деп қолдандым. Диагоналын өлшеп, дайын өрнегімізді қоямыз. Ақырын марлені қолданып, үтікпен жабыстырып шығамыз. Дұрыс жабысқанына көз жеткізіп, ирек тігіспен тігеміз. Бұрыштарын өз қалауыңызбен тігеміз. Біздің көрермендердің тапсырысы бойынша кантты қалай тігу керек екенін көрсетейін. Канттың түйінін ішіне қарай, ал шетін сыртқа қарай тігеміз.
Жастықтың екінші бетін қойып, өлшемдерін келтіріп, киілетін шетін оверлокпен тігеміз. Егер сізде оверлок машинаңыз болмаса, еш қам жемеңіз. Ирек тігіспен тігіп, қайырып шығамыз. Дәл осылай сөгілмейтіндей тігіп шықтық. Екінші бетін асты мен үстін келтіріп, инемен қозғалмайтындай етіп бекітеміз. Екінші беті мен бірінші бетін теріс айналдырып тігіп шығамыз. Міне, құрметті достар, осылай паутинка мен кантты қалай қолдануын көрсете отыра, бір жастықтың тысын тігіп шықтық. Достар, бұл бейнеролик ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк бассаңыз да болады. Және достарыңызды біздің арнаға жазылуға шақырыңыз. Сіздермен бірге сағын және нұрлы.